Ассаламалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін WhatsApp группамызға өте тамаша сұрақ кеп түсті. Ол сұрақта былай дейді: Ассаламалейкум ағайындар, қалайсыздар? Бастаған істеріңе береке берсін. Мені сұрайын дегенім, қойдың көңін жуып шұбалшандарға тастасам бола ма? 5 квадрат бар еді, 3 айдай болып қалды деп бір кісі осындай сұрақ жолдаған екен. Бұл сұрақтың жауабы өте маңызды сұрақ бұл. Себебі менің өзіме де жаңағы адамдар хабарласып, жаңағы қойдың көңіне сасам бола ма, жылқының көңіне сасам бола ма деп сұрап жатады. Ендеше осы аудио сабақта қазір тыңдайтынымыз білекті маман Гүлнара апайдың кеңесі. Өз практикасында қолданған бұл қойдың көңін, жылқының көңін қолданып, жаңа шұбалшаны бордақылау кезінде өзінен практикасымен, кеңесімен бөлісетін болады. Ендеше назар салып тыңдайық. Бұл кісі не дейді екен, қандай кеңес береді екен, соны тыңдайық. Уағалейкум салам. Негізінде қойдың көңі күзде, қыста, жақста мен өзімнің практикамды өткізгенім, қойдың, жылқының көңі тез шөлдеп қалады. Тез шөлдеп мазаңды алады. Сондықтан лажы барынша сиыркін араластырсаңыз дұрыс болатын еді. Қойдың сиыркін араластырып салсаңыз, тез шөлдемейді. Бізді құртатын жаздың күні су ғой. Мен өзім жаңағыдай тек қана қойдың көңін тастап көрдім. Өте қиын. Жылқының еді тастап көрдім. Шөлдеп мазаңды алады. Су себе берсең асты көгеріп балшық болып сасып, шұлаушандар ауырады. Сондықтан лажы барынша қойдікіне сиыркін араластырыңыз. Ал енді қыста қоймен жылқынікі жақсы екен. Даже қоймен жылқыныкін араластырып тастаған жерім де болды. Тек қана қоймен жылқыныкін тастадым. Ол жер енді андай қыста жақсы көбейді. Өйткені жақсы жылу береді да. Қойдың көңі де жылқының көңі де свежий болды қыста тастағаным. Жылқы мен қойдың араластырдым қыстың күні. Өте жақсы болды ол жер. Қойдың көңін сыртында пленкалар тесілуі қиын ғой, біраз уақыт ұстайды да қолды. Солай деп ойлаймын өз басым. Мен жазда лажы барынша жылқы мен қойдың қолданбауға әрекет жасаймын. Өйткені жылқыныкі жақында бір жылқыныкі кеп қалып бір КамАЗ. Сол жер шөлдеп әбден күйдірді. Қайта қорғап қалады, су сепсең асты көгеріп кетеді. Сонымен тек қана бетіне жаңбырлатып отырдық бетіне. Бір сәтке сырттан ғана сулап отырып, әйтеуір жазды өткізіп жатырмыз. Ал енді сиырдікін араластырсаңыз, сиырдікі ылғалдықты жақсы ұстайды да. Сол жағы бар. Ал қыста салқын түскеннен бастап күн ысығанға дейін жылқы мен қойдың араластырып тастасаңыз керемет болады екен. Жылқыны тастасаң да, қойдың тастасаң да, олар шығады кісіменен. Өйткені жылуды жақсы береді, әрі олар шөлдегеннен ылғалдықты бойды тартып тұрады. Қыста онсыз жауын-шашын болады ғой. Ал жазда құр ғана қойдың көңі қиын болады екен. Мен өзім оны қолданып көрдім. Ал енді күнделік түсіне жаңбырлатып су сеуіп тұрам, аз-аздан астына қарай шылқылдатып өткізбей десеңіз, мүмкіндігіңіз болса, онда қойдікін пайдалана беріңіз. Аудио сабақты қорытындылайтын болсақ, жылқының, қойдың көңдері жазды күні өте ыңғайсыз болады екен бұлармен жұмыс жасау. Олар құрғақ кете береді. Көп су құйып жіберетін болсаң, жаңағы асты жағы көгереді екен, биогумустың, шұбалшандар ауырып, мазасы қашады екен. Бұл көңдерді қоңыр салқын күз деп айтамыз ғой. Сол кезден бастап көктемнің орта уағына дейін жаңағы қолданса болады екен. Жаздың күні сиырдың көңінен жақсы көң жоқ екен. Осыны біле жүріңіздер. Аудио сабақ пайдалы болды деп есептеймін. Ұнаған болса лайк басыңыздар, комментарияға өз ойларыңыз жазыңыздар, каналымызға подписка жасап қолдау білдіруіңізді сұраймыз. Сау, саламат болыңыздар.